Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Немістік Hotbot компаниясы адамдарға ләззат сыйлайтын робот жасап шығарды. Алайда олар өздерінің тауарларын жаппай сатылымға шығару үшін Америка Конгрессінің келісімін алу қажет. Олар роботтың қоғамға еш зиян алып келмейтінін көрсететін жарнама бейнесін түсіреді. Ал кейін осы бейнені сенатор Битерге жібереді. Сенаторға олардың тауарлары бірден ұнады. Ол олардың компаниясын Конгрессті қолдайтынын жеткізеді. Алайда оның бір шарты бар. Ол қалаған роботты оған жеткізулері қажет. Оған роботтар коллекциясы арасынан Бордо есімді робот ерекше ұнапты. Осылай олар сенатордың қалауын орындап, көп өтпей оны арнайы жәшікпен жеткізуде қолға алады. Тауарды жеткізу міндетін Фрейзер мен Кунс өз мойындарына алады. Алайда олар сенаторға келе жатқан жолда көліктің артқы бөлігінен белгісіз бір дауыстарды естіп тоқтауға мәжбүр болады. Олар көліктің есігін ашқан сәтте оларға робот шабуылдап қашып кетеді. Жарты сағаттан кейін есіне келген олар орын алған жағдай туралы дереу сенаторға хабарласып, роботты іздеуге аттанады. Бұл уақытта Лимус пен Леонард жұмыстан үйіне қайтып келе жатқан болатын. Күтпеген жерден олардың алдын бір әйел шығып қалады. Олар дереу көліктен түсіп, әйелдің үстінде ешқандай киім жоқ екенін көреді. Олар оны өлтіріп алдық па деп уайымдай бастайды. Леонард Лимусқа әйелдің денесін оның үйінде жасыра тұруды ұсынады. Келесі күні Лимустың ата-анасы үйден кеткенде Леонард үйге бензопиламен келеді, қорғану үшін. Алайда олар әйелдің денесін табалар емес. Бірнеше минуттан кейін әйел душтан шығып, олардың не қалайтынын сұрайды. Бұндай бақытқа тап боламыз деп ойламаған олар дереу жатын бөлмесіне барады. Әйел өзінің үстінен сүлгіні алғанда олардың бойын ерекше сезім билейді. Леонард досына бірінші кезекті береді, сондықтан бөлмеден шығады. Алайда ол бірнеше минуттан кейін досының айқайлаған дауысын естіп, бөлмеге бензопиламен қайта оралады. Осы сәтте олардың алдындағы әйелдің шындығында робот екенін белгілі болады. Бардо істен шыққан секілді, сондықтан олар роботты жөндеуі мүмкін таныстарына апарайын деп шешеді. Бұл уақытта сенатор агенттерден оның роботы қайда кеткенін сұрайды. Олар роботты жақын уақытта алып келетіндеріне уәде береді. Бұл уақытта Леонард пен Лимус роботты үлкендерге арналған заттар дүкенінің иесіне алып келді. Алайда еркек бұндай ләззат роботын алғаш рет көріп отырғанын айтады. Ол роботта интернетке қосылу функциясы бар екенін түсініп, оны интернетке қосыды. Осы сәтте агенттер роботтың қайда екені туралы ақпарат алады. Өйткені олар интернетке қосылу арқылы Hotbot компаниясының жүйесіне сигнал берген болатын. Барды қайта есіне келіп, екі жігітті ерекше қуантады. Олар өздерінің роботтарына әдемі киіп сатып алып беріп, оны үйлеріне алып барайын деп шешеді. Енді оларға роботты пайдалануға ешкім кедергі бола алмайды. Бадроның жүйесінде елдегі қонақ үйлердің бәрі сақталған екен. Ол жолда келе жатқанда оларға қай қонақ үйге тоқтауға болатынын айтып отырды. Олар махаббатпен айналыса алу үшін. Алайда екеуінің қонақ үйден номер алуға қаражаты жеткіліксіз, сондықтан Лимус оны қайтадан өз үйіне алып келді. Ол анасы келмей тұрып іске кірісейін деп шешеді. Бадро оған алдымен би билеуді ұсынып, олар билей бастайды. Алайда олар келесі әрекетке көшпей тұрып, Лимустың анасы пайда болады. Сондықтан ол робот аулаларында орналасқан қарындасының ойыншық үйіне жасырайын деп шешті. Келесі күні Шакобе ойын ойнау үшін өзінің ойыншық үйіне келеді. Ол таныс емес әйелді көргенде қатты таңғалып қалады. Бірақ бұл жағдай оны қорқыта қойған жоқ. Екеуі керісінше үстелге отырып, бір-бірімен әңгімелесе бастайды. Шакобе оған отбасылық құндылықтар жайлы өзінің ойларымен бөлісіп, роботтың санасына жаңа ақпараттар енгізеді. Енді Лимус келген сәтте ол онымен жақындасудан бас тартады. Алдымен олар енді некеге тұру керектігін айтып, олар бірден оның бағдарламасы өзгеруіне Шакобемен әңгімелесу себепкер болатынын түсінеді. Алайда олар оның бағдарламасын қалай өзгертудің жолын білмейді. Сондықтан олармен онымен махаббатпен айналысу үшін дүкенге барып сақина сатып алып, өтірік той ұйымдастыруды жоспарлайды. Агенттер Беннидің дүкеніне кіріп, роботтың қазір кімдердің қолдарында екенін біледі. Бұл уақытта ештеңеден күдіктенбеген екі дос өздерінің қаражаттар жететін сақина іздестіре бастайды. Алайда кенеттен олар Бадроның қасында олардың сыныптастары Родри тұрғанын көреді. Олардың Родримен ара қатынастары нашар, сондықтан дереу одан бұл жерден кетуді сұрайды. Оған робот ұнап қалды, алайда қазір оның қасында қызы болғандықтан ол оларды жайына қалдырайын деп шешті. Олар өздеріне қажетті сақинаны алғасын, үйлеріне оралайын деп шешеді. Алайда осы сәтте оларға Бенни хабарласып, оларға төніп тұрған қауіп жайлы ескертеді. Кенеттен олардың алдында көлік тоқтап, олар қашуға мәжбүр болады.
Леонард темір жолдан өтіп бара жатқан поездді көріп, дер кезінде берге бетке өтіп кетеді. Ал оларды қуып келе жатқан агенттер өтіп үлгермей, олар қашып кете алды. Өздерінің арттарына агенттер түскенін білген олар енді Бардоны өз үйлерінде жасыру қауіпті екенін түсінеді. Сондықтан олар арзан мотель жалдап, роботты осында қалдырайын деп шешті. Робот олардың неге жасырынып жүргенін түсіне алар емес. Өзінің роботын кім ұрлап кеткенін білген сенатор сол түні Лимустың үйіне келіп, оған ескерту жасайды. Егер ол роботты келесі күні өз еркімен қайтаратын болса, олар оны жазаламайтынын ескертеді. Лимус Бадродан айырылғысы келмейді, өйткені ол оған бауыр басып қалды. Келесі күні Бенни олардың роботтарының санасы болуы мүмкін екенін түсіндіріп береді. Бұл оларға жаңа мәселе алып келуі мүмкін. Олар кенеттен мотельдің алдында агенттер тұрғанын көреді. Бұл олардың жағдайын одан әрі қиындатты. Олар қалай қашып кететіндер жоспарлай бастайды. Алайда көп өтпей агенттер олардың мотельдегі нөмерін анықтап бөлмеге басып кіреді. Агенттер екі жігітті көліктің жүк бөлігіне тастайды. Бұл Бадроның ашуын келтіреді. Ол оларды жіберуден бас тартқанда Бадро агентті өзінің ауыр соққысымен аударып түсіреді. Бірнеше күзетші оны қоршап алып тоқтатуға тырысқанымен Бадро физикалық тұрғыдан олардан күшті болып шықты. Алайда робот Лимус оның досына өзінің зияны тиіп кетпес үшін олардан кетейін деп шешеді. Жолда келе жатқанында оның қасына Родридің көлігі тоқтайды. Родри бұл жолы мүмкіндігін жіберіп алғысы келмейді, сондықтан оны көлігіне отырғызады. Бірнеше күннен кейін ол Лимустың жұмыс орнына келіп, өзінің жетістігімен мақтанады. Ал кейін оларға Бадромен не істегенін айтып береді. Бұл екеуінің ашуын келтіреді, сондықтан олар кек алу үшін Родри бүгін кешке ұйымдастыратын кешті құртайын деп шешеді. Родри кеште Бадромен бірге танцполдың ортасында биді шашуда. Бұл оның қызының қызғанышын тудырып, ол оны бетінен ұрып, үйден жылап кетеді. Кассети Лимус пен Леонардқа жолығып қалып, оларға өзінің мұңын айта бастайды. Родри екеуін көріп, оларды қуып жіберейін деп шешеді. Сондықтан оларды жерге лақтырып жібереді, алайда бұл роботқа ұнамады. Ол бір соққымен Родриді аударып, сондағылардың бәрін таң қалдырады. Робот екеуін орнынан тұрғызып, олармен бірге етеді. Бұл уақытта Лимустың әкесі өзінің счетінен $76,000 құртылғанын көреді. Ол бұл әйелінің ісі деп ойлаған, алайда бұл ақшаны баласы құртқанын түсінеді. Мотель жалдау тағы басқа істерге. Ол банкке хабарласып, счетті бұғаттайды. Осы сәтте көлік айдап келе жатқан Бадро істен шығып, олар көлік апатына түседі. Қуанышқа орай екеуі тірі қалды. Лимус пен досы ата-аналарынан ұрыс істейді. Ал сенатор ақыры өзінің роботына ие болады. Робот көлік апатынан зақым алған екен. Сондықтан сенатор одан оны жөндеуден өткізуді бұйырады. Уақыт өте келе Лимус роботты сағына бастағанын түсінеді. Ол бұл туралы өзінің досымен бөліседі. Мектеп асханасында ол қайғырып отырғанында оның қасына Кэссиди келіп, оның неліктен көңіл күйі жоқ екенін сұрайды. Лимус өзінің роботқа ғашық болып қалғанын мойындайды. Ал кейін екеуі қайтадан өздерінің сүйікті сериалдары жайлы талқылап, олардың арасында достық қайта орнайды. Сол күні Лимус сенатор халық алдында сөйлейтін біліп, бұл туралы досына хабарлайды. Олар беттеріне сақал жабыстырып алып, сол орынға келеді, Бадроны ұрлап кету үшін. Роботты қимылсыз отырған жерінен тауып алады. Лимус енді оның оларды есіне алмайтын шығар деп күдіктене бастаған. Алайда олардың дауысын естіген робот көзін ашады. Бірақ осы сәтте күзетшілер келіп қалып, оларды қуып шығады. Осы сәтте оларға көмекке Бенни келеді. Алайда күзетшілердің саны көп болғандықтан олар қашуға мәжбүр. Сенатор бұл уақытта көрермендерге болашақтың техникасы, робот әйел жайлы таныстырады. Ал кейін Бадроны ортаға шақырады, алайда ол шықпайды. Сөйтсе Бадро күзетшілерден қашып бара жатқан достарына көмекке келген екен. Олар сәтті түрде ғимараттан шығып көлікке отырып әуежайға қарай бағыт алады. Сөйтсе Лимус роботты алыс жерге жібермек екен. Сенатордың оған жаман нәрсе істейтінін сенімді болып, діттеген жерге жеткенде ол Бадроға билет беріп, оған деген өз сезімін мойындайды. Бадро да оған деген сезімі пайда болғанын айтады. Алайда олардың әр қайсысының өз жолдары бар, сондықтан олар қоштасып, бір-бірімен алғаш рет және соңғы рет сүйіседі. Бірнеше күннен кейін Лимус жұмысында қайғырып отырған. Кенеттен ол Кассидиді көріп қуанып кетеді. Ол өз бақыты үшін әрекет ету керектігін түсініп, оны кездесуге шақырады. Кассиди келіскесін, ол оның көлігіне мініп алады. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы